Сәлем баршаға, бүгін логистика бойынша сабағымызды жалғастыратын боламыз. Алдыңғы сабақта естеріңізде болса 139 экспресс бойынша заказ алған болатынбыз. Енді товарымыз қай жерге келді қарап көрелік. Егер де каналға тіркелмеген болсаңыздар, қоңыраушаны басып тіркеліп, лайк, комментарий қалдыра кетсеңіздер болады. Енді грузовик белгісіне өтемін. Бұл менде доставкаға кеткен барлық товарлар. Товарымды тауып алайын, заказ берген. Міне мына жерде 139 экспресс деп тұр. Астынан басып кіреміз. Жүріп өткен жолы Үрімші қаласына келді. 14 декабрь күні, 15 күні таможня оформление дейді. Қазақстанға міне 17 декабрь күні келді. Кедендік рәсімдеу үстінде. Естеріңізде болса 139-ның сайты отслежкасына кіріп қараймыз. Трек-кодты қайтадан копировать етіп алайын. Гуглға кіреміз. 139 экспресс Қазақстан сайт отслежка. Осы жерде номер накладной жерге трек-кодты қоямыз. Табамыз. Міне жаңағы Пендода сайтында тұрған барлық жүріп өткен жолы менде шығып тұр. Сіздерге осы кедендік рәсімдеу кезінде хабарлама келетін болады. Міндетті түрде өзіңіздің жеке мәліметтеріңізді енгізіңіз деген. Оның ішінде аты жөніңіз толықтай, ЖСН нөмір және де төлқұжат номерін толық көрсетуіңіз қажет болады. Олай болмаған жағдайда кедендік рәсімдеу жасалынбайды. Сізге SMS хабарлама немесе WhatsApp желісінде де жазуы мүмкін. Мен өзімнің мәліметтерімнің барлығын толтырып жібердім. Енді кедендік рәсімдеу басталды. Егер де осы логистика түрімен заказ беретін болсаңыздар, Қытай ішінде бөлек сайт отслежка, Қазақстанға жеткеннен кейін бізде бөлек X-Line арқылы отслежка жасайтын боламыз. Енді мына жерден шығып кетіп X-Lineға кіріп көрейін, товарымен де көріне ме, әлде жоқ па? Осындай сайт ашылады, X-Line KZ деген. Кіреміз. Номер накладной жазамыз. Жаңағы трек-кодты қоямын. Табылған жоқ, яғни менде әлі кедендік рәсімдеу аяқталмағандықтан әлі де бұл жерде мәлімет шығып тұрған жоқ. Келесі сабақта Қазақстандағы жүріп өткен жолын барлығын бақылайтын боламыз. Сабақты жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп қоңыраушаны баса кетіңіздер.